Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін мен сіздерге Луиза Хейдің «21 күнде бақытты болудың құпиясы» атты кітабын оқып беремін. Өзіңді жақсы көрудің және өзіңе құрметпен қарауды үйренудің 21 күндік практикалар жинағы. Маған өзімді жақсы көруіме, өзімді құрметтеуіме көмектескен кітап сіздерге де көмегі тисін деген ниеттемін. Ал олай болса бастайық. Бисмиллах. Кіріспе. Айнамен жұмыс істеуді үйренетін 21 күндік курсыма қош келдіңіз, қымбаттым. Бұл курс менің Loving Yourself деп аталатын танымал видео уроктарыма негізделген. Алдағы 3 апта бойы жай ғана айнаға қарап отырып, өзіңізді қалай өзгертуге болатынын үйренесіз. Айнамен жұмыс көзіңізге ұзақ қарап аффирмацияларды қайталау арқылы өзіңді жақсы көруді және әлемді қауіпсіз, махаббатқа толы мекен ретінде көре бастауды үйрететін ең тиімді тәсіл. Адамдарды аффирмация айтуға баули бастаған сәттен бері айнамен жұмыс істеуді қоса үйретіп келемін. Қарапайым тілмен айтқанда, біз айтқан немесе ойлаған нәрсенің бәрі аффирмация. Сіздің өз-өзіңізбен сөйлесуіңіз, миыңыздағы бітпейтін диалог, мұның бәрі кәдімгі аффирмация ағыны. Бұл аффирмациялар ойлау мен мінез-құлықтың үйреншікті тәсілдерін белгілейтін бейсанаңызға жолданған хабар саналады. Позитивті аффирмациялар өзіңе деген сенім қалыптастырып, өзіңді бағалау және жан тыныштығы мен ішкі қуанышқа жетуге көмектесетін шипалы ойлар мен идеяларды санаға сіңіреді. Ең күшті аффирмациялар айнаның алдында да уыстап айтылған аффирмациялар. Айна сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасыңызды, сезімдеріңізді көрсетеді. Ол сізге қай жерде өз-өзіңізге қарсылық көрсетіп жатқаныңызды, ал қай мәселеде ашық және жатық екеніңізді бірден білуге мүмкіндік береді. Бақытты, толыққанды өмір сүргіңіз келсе, қандай оқиғаларды өзгерту керек екенін анық көрсетеді. Айнамен жұмыс істеуді үйрене отырып, айтқан сөзіңіз бен жасаған ісіңіз жайында көбірек хабардар боласыз. Өзіңізге бұрынғыдан да жақсы күтім жасап, қамқор болуды үйренесіз. Өміріңізге бір жақсылық келгендей айнаға барып, ризамын, мың алғыс, бұл бір керемет, осыны жасағаның үшін рахмет десеңіз болады. Егер жаман бірдеңеге ұшырасаңыз, тағы да айнаға барып, мейлі, мен сені бәрібірде жақсы көрем, жаңа ғана болған нәрсе өтеді де кетеді, ал мен сені өмір бойы жақсы көріп өтемін деп назыңызды айта аласыз. Алғашқы кезде көбіміз айна алдына отырып, өз-өзімізге қараудың өзі оңайға соқпасы анық. Сол үшін біз бұл процесті айнамен жұмыс деп атаймыз. Бірақ жалғастыра келе өзіңе мін тағу азайып, бұл жұмыс қызық ойынға айналады. Көп ұзамай айна дұшпан емес, серігің, жақын досың болып кетеді. Айнамен жұмыс өзіңізге жасай алатын ең керемет сыйдың бірі. Сәлем, сүйкімдім, күшті болып тұрмын, немесе қызық қой, я деп айту үшін бар болғаны 1-2 секунд уақыт қажет. Күні бойы өзіңізге аз-аздан болса да жағымды хабарлар жолдап отыру өте маңызды. Өзіңізді мақтау, қолпаштау және қиын кезде қолдау көрсету үшін айнаны неғұрлым көп пайдалансаңыз, өзіңізбен қарым-қатынасыңыз соғұрлым терең және жайлы болады. Бәлкім бұл бағдарламаны неге 21 күнге арналған деп ойлайтын шығарсыз. 3 аптада өміріңді толығымен өзгерту мүмкін бе? Деген сұрақ туындауы да заңдылық. Толығымен өзгерту мүмкін емес шығар, бірақ өзгеріс дәнін еге аласыз. Айнамен жұмысты жалғастыра берсеңіз, бұл дән қуанышқа толы бақытты өмірдің есігін ашатын жаңа салауатты әдеттерге айналады. Ендеше бастайық. Күнделікті медитацияны қалай жүктеп алуға болады? 21 күндік айнамен жұмыс курсының әр күніне арналған бөлек медитациялар бар. Аудио медитация сайтынан жүктеп аласыз. Бірінші апта өзіңді жақсы көру.
Өзіңді жақсы көру өте маңызды. Айнамен жұмыс өміріңіздегі ең қажетті қарым-қатынасты құруға көмектеседі. Бұл өзіңізбен арадағы байланыс. Айнамен жұмыс деп бастағанда оп-оңай ғой, оның несін үйренемін деп, немесе мұны тіпті ақымақтық деп ойлауыңыз мүмкін. Мен сізге алдағы 21 күнде істеп көр деп ұсынған нәрселердің көбі бастапқыда ешқандай өзгеріс әкелмейтін тым қарапайыр болып көрінуі де ғажап емес. Бірақ мен ең маңызды дүниелер сол қарапайым әрекеттерден басталатынын білемін. Ойыңыздағы бір кішкентай құбылу өміріңізге үлкен өзгеріс әкелетіні анық. Біз күн сайын әртүрлі тақырыпты қозғаймыз. Мен сол тақырып аясында өз ойларыммен бөлісемін. Содан кейін сізге айнамен жұмыс істеу жаттығуын беремін. Ал сіз өз кезегіңізде сол жаттығуды күні бойы қайталауыңыз керек. Жаттығуды таңертең жуынатын бөлмедегі айна алдында бастасаңыз болады. Содан кейін күні бойы айнаның жанынан өткен сайын немесе әйнектен сұлбаңыз көрінгенде қайталай беріңіз. Сондай-ақ қалтаңызға қол айна салып жүріңіз. Арасында 1 сәт уақыт табыла қалса, айнамен жұмыс істей аласыз. Жалпы айнамен жұмыс істеп бастағанда күнделік жүргізген жөн. Ойыңызбен сезімдеріңізді жазып отырыңыз. Сонда өзіңіздің қаншалықты ілгерілеп, өзгеріп жатқаныңызды көре аласыз. Мен сізге күн сайын жазбаша жаттығулар беремін. Онда ойларыңызды жазып бастауға көмектесетін бірнеше сұрақ болады. Мен әрқайсымыздың ішімізде бір құдіреттің барына сенемін. Ол бізді сүйетін және қолдайтын, бар салада гүлдену әкелетін әмбебап күшпен тығыз байланысты. Күнделік жүргізу сізге осы күшпен байланыс орнатуға көмектеседі. Сіз өсуге және өзгеруге қажет бүкіл нәрсе өз бойыңызда бар екеніне көз жеткізесіз. Күн сайын айнамен жұмысыңызды қолдану үшін жүрек ойын және сол күннің тақырыбын сіңіруге көмектесетін аффирмациялар ұсынып отырамын. Күнде кешке медитациямен, күнді жетекші медитациямен аяқтаймыз. Ұйықтар алдында тыныш жерде отырып, осы идеялар өміріңізді қалай жеңілдететінін және қаншалықты жақсартатынын ойлап көріңіз. Кітаптағы медитацияны оқысаңыз болады, немесе бейімделген аудио нұсқасын тыңдай аласыз. 1 күнге арналған айна жаттығуы. Жуынатын бөлмедегі айнаның қарсы алдында тұрыңыз не отырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Терең дем алып, мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен сені жақсы көргім келеді. Сені шын жақсы көріп үйренгім келеді. Осы мақсатымызға бірге жетейік және шынымен көңіл көтерейік. Тағы бір терең тыныс алып былай деңіз. Мен сені жақсы көруді үйреніп жатырмын. Мен сені шын сүюді үйреніп бастадым. Бұл бірінші жаттығу. Түсінем, аздап қиын болуы мүмкін, бірақ ортасынан үзіп тастап кетпеңіз. Терең тыныс алуды жалғастырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Өз есіміңізді бөтен адам атағандай атап былай деңіз. Мен сені жақсы көріп үйренуге дайынмын. Атыңызды атаңыз. Мен сені сүюді үйренгім келеді. Күні бойы айнаның жанынан өткен сайын немесе одан өз бейнеңізді байқап қалғанда осы аффирмацияларды қайталаңыз. Тіпті жүзіңізге тіке қарап осылай деу соншалықты ауыр болса да, өтінем айта беріңіз. Басында аффирмацияларды қайталау кезінде өзіңізді ақымақ немесе пайдасыз бірдеңемен айналысып жатқандай сезінуіңіз мүмкін. Тіпті ашуланып, көзіңізге жас келуі де ғажап емес. Бәрі дұрыс, шын мәнінде бұл қалыпты жағдай. Бірақ сіз жалғыз емессіз. Мен сізбен біргемін, ұмытпаңыз. Мен де осының бәрінен өттім, ал ертең жаңа күн басталады. Ғаламат күш ішіңізде 1 күнге арналған күнделік сұрақтары. Таңертең айнамен жұмысты аяқтағаннан кейін не сездіңіз және бойыңызда не байқадыңыз? Соны бәрін жазыңыз. Ашуландыңыз ба, реніш пайда болды ма, әлде өзіңізді ақымақ сезіндіңіз бе?
Таңертең айна жұмысын аяқтағаннан кейін арада 6 сағат өткендегі сезімдеріңізбен не байқағаныңызды қайта жазыңыз. Айнамен жұмысты немқұрайлы жалғастыра отырып өзіңізге айтқан сөздерге сене бастадыңыз ба? Күні бойы мінез-құлқыңыздағы кез келген өзгерісті бақылаңыз. Сеніміңізге селкеу түсті ме, әлде беки түсті ме, жаттығу жеңілдеді ме, әлде арада біраз уақыт өтсе де әлі қиын болып көріне ме? Түнде ұйықтар алдында бүгінгі айнамен жұмыста не үйрендіңіз, қандай қорытынды шығардыңыз, сол жайында жазуды ұмытпаңыз. Бірінші күнге жүректегі ойлар. Мен ашықпын және өмір сыйын қуана қабылдаймын. Иә, бәріміз өмірімізді жақсы жаққа өзгерту үшін айнамен жұмыс істейміз. Бірақ ішімізде соған лайық екенімізге сенбейтін бір кішкентай күмән болса, айнаға қарап айтқан сөздерімізге өзге түгелі өзіміз сенбейміз. Сосын түбі айнамен жұмыс істегеннен ешқандай пайда жоқ деген ойға келіп тірелеміз. Шындығында айнамен жұмыс істегеннен түк шықпайды деген тұжырымның айна жұмысының өзіне немесе біз айтатын аффирмацияларға еш қатысы жоқ. Мәселе мынада: біз өмір сыйлаған бүкіл игілік пен жақсылыққа өзіміздің лайық екенімізге сенбейміз. Егер сіз де солай ойлайтын болсаңыз, мына аффирмация ойыңызда жүрсін. Мен ашықпын және өмір сыйын қуана қабылдаймын. Мен ашықпын және өмір сыйын қуана қабылдаймын. Бірінші күннің медитациясы, өзіңді сүю, бірінші күннің аудиосы. Әрқайсымыз өзімізді бұрынғыдан қаттырақ жақсы көре аламыз. Әрқайсымыз махаббатқа лайықпыз. Біз жақсы өмір сүруге, деніміз сау, тіршілік кешіп, біреуді сүйіп, біреудің сүйіктісі болып, өсіп-өнуге лайықпыз. Әрқайсымыздың ішіміздегі кішкентай сәби керемет тұлға болып ержетуге лайық. Сондықтан өзіңізді жан-жақты махаббатпен қоршап алғаныңызға көз жеткізіңіз. Өзіңізді бақытты, дені сау және біртұтас тұлға ретінде көріңіз. Бүкіл егжей-тегжейін қамтып отырып, өзіңіз қалаған өмірді көз алдыңыздан өткізіңіз. Соған лайық екеніңізді есіңізде болсын. Содан кейін жүрегіңіздегі сүйіспеншіліктің тұла бойыңызға таралып, махаббатпен толтырылғанын сезініңіз және оны өз еркіне босатып жіберіңіз. Екі жағыңызда сіз жақсы көретін адамдар отыр деп елестетіңіз. Сол жағыңыздағыларға өзіңіздегі махаббат және оларға жұбаныш беретін ойларды жолдаңыз. Оларға мейірім мен демеу беріп, жақсылық тілеңіз. Жүрегіңізден шыққан махаббатты оң жағыңыздағы адамдарға қарай бағыттаңыз. Оларға дертке қуат болатын күш, сүйіспеншілік, тыныштық пен жылулық сыйлаңыз.